Бәріне сәлем достар, бүгін біз 6 сыныптың қазақ тілінің 10 тарауының 2 параграфын өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ғылым таппай мақтанба. Бірінші тапсырма: өлеңді оқып, көркем сөйлеудің стиліндік ерекшелігін анықтаңдар депті. Арман мен ақыл депті. Сіздер бір оқып алыңыздар. Мен бұл өлеңнің стилдік ерекшелігін анықтаймын. Өлеңде теңеу, қайталау, арман мен қиялға негізделген образды тіл бар. Шіркін-ай сөзінің қайталануы автордың арманын күшейтеді. Теңеу ретінде бал тамған бармағынан, айбаты арыстандай, күміс таңдай сияқты сөздер қолданылған. Енді мәтіннің астындағы сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: сендер кім болуды армандайсыңдар? Ол армандарыңа білімсіз жете аласыңдар ма депті. Мен сіздердің армандарыңызды білмеймін. Әр адамның өзінің армандары болады, сондықтан оны өздеріңіз жазыңыздар. Білімнің боз аты дегенді қалай түсінесіңдер? Білімнің боз аты бұл білім жолындағы талмай еңбектену мен ізденісті білдіретін бейнелі сөз. Боз ат ұзақ жолды еңсеретін төзімді жылға, ал білім де дәл солай қажырлы еңбекті талап етеді. Үшінші сұрақ: ақынның барлық адамға білім керек деген сөзіне қосыласыңдар ма депті. Иә, толық қосыламын. Білім адамның өмір сүруі мен дамуы үшін ең маңызды құрал. Білімсіз адам өзіне, қоғамға пайдасын тигізе алмайды. Білім адамның ой-өрісін кеңейтеді, болашаққа жол ашады. Сөйлем соңында даралаушы тыныс белгілері дұрыс қойылған ба? Сұрау белгісі екі сөйлемде қолданылған. Олар риторикалық сұрақтар болғандықтан сұрақ белгісі дұрыс қойылған. Нүкте сөйлемдердің аяқталуын көрсетеді, дұрыс қойылған. Көп нүкте аяқталмаған ойды білдіреді, мәтіннің контекстіне сәйкес келеді. Леп белгісі сөйлеушінің эмоциясын білдіреді, орынды қойылған. Үшінші тапсырманың керегі жоқ. Төртінші тапсырма: өлеңдерді пайдалана отырып ғылым не үшін керек деген тақырыпта пікір жазыңдар, сұхбаттасыңдар. Ғылым адамзаттың даму негізі. Ғылым болмаса қазіргі заманғы технологиялар, медицина, инженерия, экология салалары дамымас еді. Ғылым арқылы адамдар жаңа білім алады, табиғаттың, қоғамның заңдылықтарын түсінеді. Мысалы, медицина ғылымы адам өмірін ұзартуға көмектеседі, ал инженерия ғылымы көлік пен ғимараттар салуға мүмкіндік береді. Сондықтан ғылым тек қана ақпарат емес, ол өмірді жақсартудың басты құралы. Төмендегі мәтіндегі сөйлемдерді ажыратып, тыныс белгілерін қойып жазыңдар. Олардың қойылу себебін түсіндіріңдер. Міне бізде түзелген мәтін, осылай жазып алайық. Ендігі бізде 6 тапсырма: техникалық құралдар мен ғаламтор ұстазды алмастыра ала ма? Өз ойларыңды дербес пікір жазу тәсілімен талдаңдар. Өз пікірім: ғаламтор мен техникалық құралдар білім алуға көмектеседі, бірақ олар ұстазды алмастыра алмайды. Дәлел: біріншіден, ұстаз тек ақпарат беріп қана қоймай, оқушының ойлануын, талдау қабілетін дамытады. Екіншіден, мұғалім оқушыны жігерлендіріп, бағыт-бағдар бере алады, ал технологиялар эмоциялық қолдау көрсете алмайды. Өз пікірін айқындататын мысал: мысалы, кітап оқу арқылы білім алуға болады, бірақ мұғалім кітаптағы ақпаратты түсінуге көмектеседі. Қарсы дәлел: дегенмен кейбіреулер интернет арқылы да сапалы білім алуға болады деп ойлайды. Қарсы дәлелді жоққа шығаратын мысал: алайда тек интернетке сенген оқушылар күрделі мәселелерді түсінуде қиындыққа тап болады. Қорытынды: сондықтан техникалық құралдар көмекші құрал ғана. Нағыз білімді тек ұстаз арқылы терең меңгеруге болады. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар.